Үйлеріңізге ремонт жасатқыларың келіп жүрсе, ең бірінші Instagram не болмаса YouTube каналын сұрайды. Мынау бізде балалар бөлмесі, бізде келесі жатын бөлме. Мынау бізде коридор. Бізде қолымыздан қандай іс келетінін, бұл қыздарға арналған. Бұл краскілердің бағасы 50 мың теңгеден тұрады. Ассалаумағалейкум. Егер үйлеріңізге ремонт жасатқыларың келіп жүрсе, онда бұл видео дәл сіздерге арналады. Соңына дейін қараңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, қызыл подписаться батырмасын басып, біздің каналға тіркелгеніңіздер. Және осы видеомызды WhatsApp группаларға жіберіңіздер. Мүмкін жақын адамдарыңыз ремонт жасайтын адам іздеп жүрген шығар. Көп клиенттер жеке компания болсын, немесе жеке ремонт жасайтын адамдар болсын, ең бірінші Instagram не болмаса YouTube каналын сұрайды. Неге? Өйткені істеген жұмыстарын көру үшін. Егер көңілдерінен шығып ұнап жатса, онда жұмыстарын сенімді түрде тапсыра алады. Бізде қолымыздан қандай іс келетінін және осы істеген жұмыстарымызды көрсетіп отыру үшін осы видеомызды түсіріп жатырмыз. Қазір біз бір пәтерді біттік, соны толық көрсетіп шығатын боламыз. Соңына дейін қараңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Біздің істеген жұмысымызды 0-ден 5-ке дейін бағалап кетіңіздер. Кеттік. Мынау бізде балалар бөлмесі, ер балаларға арналған. Қазір тағы да қыздарға арналған бар, оны да қазір көрсететін болам. Міне. Мына бояудың түсі маған өзіме қатты ұнап отыр. Мына қабырғаны маякпен әдемілеп текстеп шығардық. Бұның үстіне лепкілеп шақтық. Үшкіркілеп жібердік та, одан кейін обой жабыстырдық. Обойдың үстінен мына красканы боядық. Міне. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, мына обойдың үстінен краскіледік. Меніңше красканың түсі әдемі сияқты. Мынау светильник. Әдемі керемет. Бұл ер балаларға арналған бөлме. Және мына потолок гипсокартон. Гипсокартонның үстінен лепкаш шақтық, черновой, чистовой, үшкіркі бердік та. Одан кейін ақ эмульсиямен краскіледік. Мынау екі жеріне мынандай екі тірек қойдық. Бұдың мынандай лампалары аз болса, бұл онша емес, бұның лампалары көп болған дұрыс. Одан соң мынандай бір әдемі люстра қойдық. Өзіме әдемі ұнап тұр маған. Әдемі көрінеді былай. Мына галтел қойдық. Міне осы енді балалар бөлмесі. Қалай шыққан? 0-ден бастап 5-ке дейін бағаларыңызды беріп жіберіңіздер. Осы енді қазір қыздардың бөлмесіне баратын боламыз. Ал да балалар бөлмесі. Бұл қыздарға арналған. Мына жер шашылып жатыр, мән бермей қойыңыздар енді. Бұл да төбесі гипсокартон, галтел, 3 тірек қойылған. Қабырғасы, бұның да қабырғасы обой жабыстырылды. Одан кейін үстінен боялды. Бұл краскілердің бағасы негізі бір үштігі, бір данасы 50 мың теңгеден тұрады. 50 мың теңге. Енді шашылып жатқанға мән бермей қойыңыздар, енді біздің жаңағы инструменттер, өзіміздің киімдеріміз осы бөлмеге жинап қойдық. Енді қазір бәрін жинап құртатын боламыз көздің. Міне осы қыздарға арналған бөлме. Қыздардың бөлмесі болса. Енді біз осындай жұмыс жасаймыз. Бағасын бере кетіңіздер, 0-ден 5-ке дейін бағалап кетіңіздер. Қалай екен, жақсы істейміз ба, жаман істейміз ба, комментарийға жазып кетіңіздер. Енді мына түсте маған ұнап тұр. Енді осы бізде. Мынау бізде коридор, потолок гипсокартон, екеуі тірек, екі шетінде жарық, парашют светтер. Коридор, ас бөлме және қонақ бөлме, бояулардың түсі бір. Қазір оны көрсетем. Мынау бізде коридор, көріп шығыңыздар. Мынау ас бөлме. Бұның жабдықтары енді келеді, әлі келмеді.
қонақ бөлме. Бұда да гипсокартон, шетінде 2 параши свет, люстра, ламинат, әдем төселген плинтус. Мынау кафель, керамогранит, телевизорға арналған. Бізде келесі жатын бөлме. Міне, спальный, орысша айтқанда жатын бөлме. Бұл да обой, үстінен краска жаққанбыз. Мынау да бір кішкентай светильник. Бұл да бір көрініс әдем болып тұр. Бұл да маған ұнады. Өзіміздің істеген жұмысымыз өзімізге қатты ұнап жатыр. Мен басқаларға қайдам енді. Енді бұған ешқандай люстра қойылған жоқ, мынандай 2 тірек қана қойылды. 2 светильник бар. Енді көп жарықтың қажеті жоқ деп ойлаймын. Осы жарықтың өзі жететін сияқты. Мынау жатын бөлмеге ламинат қойдық. Одан кейін плинтустар. Бұл да галтель. Негізі галтель қойған дұрыс. Галтельмен әдемі көрінеді. Міне бізде жатын бөлме. Бояудың түсі осындай. Мінекейіңіздер. Бұл жатын бөлменің ішінде тағы да душевой бар. Мінекей. Кафель. Әдемі, аккуратно, сапалы түрде. Мынау бізде ванна, туалет. Кафель, керамогранит, сапалы түрде төселген. Ванна. Мынау инсталлета, гигиеналық